Сәлем, бұл математика нөлден бастап курсы 3-ші сабақ. Бүгін өтетін тақырыбымыз жай бөлшек. Тақырып жоспарымен таныс болайық. Бірінші жай бөлшектер, екінші бөлшекті қысқарту, үшінші дұрыс бөлшек және бұрыс бөлшек, төртінші аралас сандар, бесінші осы тақырыптың барлығына есептер шығаратын боламыз. Бірінші өтетін тақырыбымыз жай бөлшектер. Бірінші мына тұрған шаршыға назар аударайық. Бұл шаршы неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлікке бөлінген және оның қанша бөлігі боялған? 3 бөлігі боялған. Осыны математикадан қалай жазамыз? Ең алдымен бөлшек сызығын сызамыз. Бұл бізде бөлшек сызығы, яғни бөлу деген мағынаны білдіреді. Бөлшектің астына, осы сызықтың астына неше бөлік бар? 8 бөлікке бөлінген, сондықтан 8 деп жазамыз. Ал бөлшектің үстіне қанша бөлігі боялған? Мына жерде 3 бөлігі боялған суретте, сондықтан 3 деп жазамыз. Осындай бөлшектерді біз жай бөлшектер деп атаймыз. Мысалы, мына жерде көрсетілген 4-тен 3, 8-тен 1 бөлшектің оқылуы. Бірінші бөлшектің астында тұрған санды, содан кейін барып бөлшектің үстінде тұрған санды оқимыз. Мысалы, 4-тен 3, 7-ден 1, 10-нан 9, 100-ден 17. Ендеше астында тұрған суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте осы шеңбер неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4. Бөлшек сызығын сызылған, астына 4 деп жазылған, 4 бөлікке бөлінген. Және оның 1 бөлігі боялған. Сондықтан 1 бөлшектің алымында. Қазір оны толықтай айтатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөлікке бөлінген, 2 бөлігі боялған. Келесі суретте 8 бөлікке бөлінген, оның 4 бөлігі боялған. Ендеше жай бөлшек. Бірінші бөлшек сызығын сызамыз. Бөлшектің астында тұрған сан, ол бізде бөлшектің бөлімі деп аталады. Ал бөлшектің үстінде тұрған сан, ол бізде бөлшектің алымы деп айтылады. Мысалға назар аударсақ, мына жерде 3-тен 2 деген бөлшек берілген, яғни 3 бөлімінде тұр, 2 алымында тұр. Келесі, А натурал санын Б натурал санына бөлуді осындай бөлшек түрінде жазуға болады. Яғни А бөлу Б, Б-дан А осындай бөлшек түрінде жазу екеуі бір мағынаны білдіреді. Бұл жердегі А деген бөлінгіш, Б дегеніміз бөлгіш. Астында мысалдар келтірілген. 12 бөлу 5 немесе 5-тен 12. 19 бөлу 4 немесе 4-тен 19. Немесе 6 бөлу 7 немесе 7-ден 6. Яғни осы екеуі тең, бір мағынаны білдіреді. Жай бөлшектер тақырыбы түсінікті болса, келесі өтетініміз жай бөлшектерді қысқарту. Егер бөлшектің алымында, бөлімінде бірдей натурал санға көбейтсек немесе бөлсек, онда оған тең бөлшек алынады. Мысалы бізге 8-ден 4 деген бөлшек берілсін. Бұл бөлшектің мәні бізде 8 бөлу 4 тең 2, я? Яғни бұл бөлшектің мәні 2-ге тең. Ал егер осы бөлшекті 4-тен 8, осы бөлшектің алымында, бөлімінде бірдей санға көбейтсек ше. Қалай болады екен? Тең деп қойын. Стрелка қойып, 8 көбейту 2 деген санға көбейтіп көрейік. Бөлімін 4 көбейту 2. Тең 16 бөлімінде 8. Бұны ары қарай жалғастырсақ, 16 бөлу 8 тең болады 2. Яғни бөлшектің мәні өзгерген жоқ. Байқағандарыңызда бөлшектің мәні өзгерген жоқ. Немесе дәл осыны 2-ге бөліп көрейік. 4-тен 8 деген бөлшек, оны 2-ге бөліп көрейік. Алымында, бөлімінде. 8-ді 2-ге бөлсек 4, 4-ді 2-ге бөлсек 2. Енді 4-ді 2-ге бөлсек тең 2. Яғни бұл бөлшекті қандай санға, бірдей санға бөлшек немесе көбейтсек, бөлшектің мәні өзгермейді. Ендеше бөлшекті қысқарту дегеніміз не? Бөлшектің алымында, бөлімінде олардың бірден өзге ортақ бөлгішіне бөлуді бөлшекті қысқарту деп атаймыз. Мысалы, 8-ден 4 деген бөлшек берілсін, бұл бөлшекті қысқартып көрейік. 8-де 4-те қандай санға бөлінеді? Мысалы, 2-ге бөлінеді. 4 бөлу 2, 8 бөлу 2. Тең 4-те 2-ге бөлсек 2, 8-де 2-ге бөлсек 4. 8-ден 4 бөлшегі мен 4-тен 2 бөлшегінің мәні 1. Жаңа оны дәлелдеген болатынбыз. Енді біздің мақсатымыз кіші сандармен жұмыс жасау. Бізге 8-ден 4 бөлшегімен жұмыс жасағаннан қарағанда 4-тен 2 бөлшегімен жұмыс жасаған ыңғайлы, тиімді. Көбейткен кезде, алған кезде. Сондықтан біз бөлшекті қысқартамыз. Осы бөлшекті қысқарту қалай жазылады? 8-ден 4 бөлшегін 2-ге қысқарттық. Оны қалай жазамыз? Осылай үстінен сызамыз.
мына жерге 2 деп жоғарысынан жазамыз. Өйткені 2-ге қысқартып жатырмыз сондықтан. Енді ары қарай ойша 8-ді 2-ге бөлсек 4, 4-ті 2-ге бөлсек 2. Осылай жазамыз. Осы бөлшекті 4-тен 2 бөлшегін тағы да 2-ге қысқартсақ болады екен. 2 деп жазамыз. 4-ті 2-ге бөлсек 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1. Тағы да бір мысалдар келтірейік. Мысалы 6-дан 3. Қандай санға қысқартсақ болады? 3 санына қысқартсақ болады. 3 тең болады. 6-ны 3-ке бөлсек 2, 3-ті 3-ке бөлсек 1. Немесе 10-нан 8 болсын. Бұны да 2-ге қысқартсақ болады екен бұл бөлшекті. 2-ге қысқартамыз. Сол кезде бізде 5, 8-ді 2-ге бөлсек 4. 10-нан 8 бөлшегін қысқарттық, 5-тен 4 бөлшегін алдық. Бұл жерде 2 бөлшектің мәні өзгерген жоқ. Келесі өтетін тақырыбымыз дұрыс бөлшек және бұрыс бөлшек. Анықтаманы оқиық. Алдымен алымы бөлімінен кіші бөлшек дұрыс бөлшек деп аталады. Мысалы 3-тен 2, 9-дан 4, 10-нан 3, 8-ден 7 бұлардың барлығы дұрыс бөлшектер. Жалғаса береді және де. Алымы бөлімнен үлкен. Алымы дегеніміз, яғни бөлшектің үстінде тұрған сан. Ол бөлшектің бөлімінде тұрған саннан кіші болу керек. Бұл жерде 3, 2. 3 үлкен болып тұр 2-ден, сондықтан дұрыс бөлшек. 9 үлкен болып тұр 4-тен, сондықтан бұл дұрыс бөлшек. 10 үлкен болып тұр 3-тен, сондықтан бұл дұрыс бөлшек. Ал егер керісінше болса, алымы бөлімінен үлкен болса, немесе оған тең болса, бұл бұрыс бөлшек, яғни қате бөлшек деп аталады. Бірінші мысал 5-тен 5. Алымы да бөлімі де бірдей сан, сондықтан бұл бұрыс бөлшек. Келесі мысал 6-дан 11. 11 яғни 6-дан үлкен, сондықтан бұл бұрыс бөлшек. Бөлімі алымынан үлкен. Алымы бөлімінен үлкен, сондықтан бұлардың барлығы бұрыс бөлшек. 10-нан 10, немесе 35-тен 36 үстінде тұрған сан үлкен болса, бұл бұрыс бөлшек деп аталады. Келесі өтетін тақырыбымыз аралас сандар. Мысалы бізге 7 алма берілген, оны 3 адамға теңдей бөліп беруіміз қажет. Ең алдымен бүтін алмаларды бөліп берейік. Мұнда 2 алма, мұнда 2 алма, мұнда жерге 2 алма берсек. Барлығы 6 алманы 2-2-ден бөліп бердік. Тағы да бізде 1 алма қалды. 1 алмамыз қалды. Оны теңде 3 бөлікке бөлуіміз керек. Осылай 3 бөлікке бөлдік. Енді оның осы 3 бөлшектің бір-бірден әрқайсысына бөліп бердік. Бұны қалай жазамыз? 3-тен 3 бөлікке бөлінген және 1 бөлігі боялған деген сияқты. 3-тен 1 бөлігін әрқайсысына бөліп бердік. Енді осыны толықтай қалай жазамыз? 2 бүтін 3-тен 1. Осы түріндегі сандарды біз аралас сандар деп атаймыз. Бүтін бөліктен және бөлшек бөліктен тұратын санды аралас сан деп атаймыз. Мысалы, міне 2 бүтін 3-тен 1, 4 бүтін 2-ден 1. Осы түрдегі сандарды біз аралас сандар. Оқылуы бірінші бүтін бөлігін оқимыз, одан кейін бөлшекті оқимыз. 3 бүтін 8-ден 5, 5 бүтін 9-дан 2, 6 бүтін 5-тен 1. Енді осы тақырыптардың барлығы түсінікті болса, есептер шығарайық. Бірінші есебіміз бөлшек түрінде жазыңдар. Қандай бөлігі боялған? Бірінші А мысалын қарастырайық. Бірінші бөлшек сызығын сызамыз, одан кейін қанша бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4. 4 бөлікке бөлінген және қандай бөлігі боялған? 1, 2, 3. 3 бөлігі боялған. Сонда 4-тен 3 бөлігі боялған. Бұл 3 бұрыштың 4-тен 3 бөлігі боялған. Келесі бізде шеңбер неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бөлшек сызығын сызамыз. 6 бөлікке бөлінген. Қанша бөлігі боялған? 2. 2 бөлігі боялған. 6-дан 2 бөлігі боялған. Келесі тіктөрт. Бізде келесі шаршы екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлікке бөлінген. Оның 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөлігі боялған. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бөлікке бөлінген. Оның 1, 2, 3, 4. 4 бөлігі боялған. Бөлшекті жазу түсінікті, иә? Қандай бөлігі боялған? Келесі қандай бөлігі боялмаған? Астына жазайық. Дәл жаңағыдай 4 бөлікке бөлінген, ортасындағы 1 бөлігі боялмаған. Келесі мысалда 6 бөлікке бөлінген,
4 бөлігі боялмаған. Келесі Б мысалы 8 бөлікке бөлінген, оның 3 бөлігі боялмаған. Келесі 1, 2, 3. 7 бөлікке бөлінген, 7-ден 3 бөлігі боялмаған. Бөлшек түрінде 7-ден 3 бөлігі боялмаған. Немесе 8-ден 3 бөлігі боялмаған. Түсінікті болса, келесі бөліндіні бөлшек түрінде жазыңдар. Бұл өте оңай, тек бөлшек түрінде жазамыз. 7 бөлі 12-ні тең болады 7, 12. 12-ден 7 бөлшек түрінде осылай. Келесі 9-дан 11. 9 бөлі 11. Бөлшек сызығын сызамыз. 9 бөлі 11. Келесі 8 бөлі 7. 8 бөлі 7. 7-ден 8. Бұл бізде бұрыс бөлшек екен. Қазір анықтайық, қайсысы бұрыс бөлшек, қайсысы дұрыс бөлшек. 14 бөлі 20. 14 бөлі 20. Келесі 30 бөлі 41. Тең 30 бөлі 41. 41-ден 30. Келесі дәл солай 61 бөлі 100. Бұл жерде қайсысы дұрыс бөлшек, қайсысы бұрыс бөлшек? Біріншісі. Бұл бізде дұрыс бөлшек. Себебі бөлшектің үстінде тұрған сан астында тұрған саннан үлкен. Ал керісінше, бөлшектің үстінде тұрған сан астында тұрған саннан кішкентай. Сондықтан бұл дұрыс бөлшек. Келесі, бұл қате. Бізде бөлшектің астында тұрған сан үлкен болу керек. Сол кезде ғана бізде дұрыс бөлшек болады. Так, 1 минут. X қоймай, B деп жазып қояйық. Бұрыс бөлшек. Ал бұл бізде дұрыс бөлшек болған. Келесі 8 бөлі 7. 7-ден 8. Бұл бұрыс бөлшек, себебі бөлшектің алымы үлкен болып кетті. Келесі 20-дан 14. Бұл дұрыс бөлшек. Келесі 41-ден 30. Бұл бізде дұрыс бөлшек. Келесі бөлшекті бөлінді түрінде жазыңдар. Дәл осылай, бірақ керісінше жазамыз. 1 минут өшіріп алайын. Так, 4 бөлі 7. Бұны қалай жазамыз? 4 бөлі 7. Келесі 12-ден 9. Бұл бізде болады 9 бөлі 12. Келесі 5. Так, 9-дан 5. Ол бізде болады 5 бөлі 9. Келесі 5-тен 2. Бұл бізде болады 2 бөлі 5. Келесі 11-ден 8. Бұл бізде болады 8 бөлі 11. Келесі 4-тен 7. Бұл бізде болады 7 бөлі 4. Бұл бізде бірінші тақырыпқа болған. Келесі жұлдызшаның орнына тиісті санды қойып, берілген натурал санды жай бөлшек түрінде жазыңдар. Бірінші мысалға назар аударайық. 2 тең мына жерде тұрған жұлдызшада тұрған санды табуымыз керек. Қандай сан? Қандай сан болуы мүмкін? Біз жаңа айтқанымыз, 2 тең звездочка жұлдызша бөлу 3. Қандай санды 3-ге бөлсек 2 шығады? Дұрыс, 6 саны. Яғни бұл жерде бізде 6 саны. 6-ны 3-ге бөлсек 2 саны. 2 шығады. Бұл бізде бөлу деген мағынаны білдіреді бөлшек. Келесі 2 шығу керек. 14-ті қандай санға бөлсек? 7-ге бөлсек. 14-ті 7-ге бөлсек 2 шығады. Келесі 8 шығу керек. Қандай санды 4-ге бөлсек 8 шығады. 32, 32-ні 4-ге бөлсек 8 шығады. Келесі үшінші мысал. Қандай санды 5-ге бөлсек 12 шығады. 60 санын 5-ге бөлсек 12 шығады. Келесі 12 шығу керек. 96-ны нешеге бөлсек? 96-ны 8-ге бөлсек 12 шығады. 12 тең 96 бөлу 8. Немесе осы түрінде жазсақ та болады. Келесі 4-ші мысал. 270-ті қандай санға бөлсек 27 шығады. Дәл солай 10-ға бөлсек. Келесі 27. Бұл жерде қандай сан болу керек? 0, 0. 2700 саны болу керек. Келесі есеп
бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, теңдік, тура теңдік болатын x-тің мәнін табыңдар. Так, бірінші мысал 20-дан 8 және x бөлу 5. Біздің екі бөлшектің бөлімдері 20 және 5 тұр екен, 20-ны қандай санға бөлсек 5 шығады. 20-ны 4-ке бөлсек 5 шығады. Яғни бөлшектің алымына орындаған амалды бөлшектің бөліміне орындаған амалды бөлшектің алымына да орындаймыз. 8-ді бөлеміз 4-ке. Бөлшектің бөлімі орындалып тұр. 20-ны 4-ке бөлсек 5, 8-ді 4-ке бөлсек 2. Яғни мына жерде тұрған сан 2 екен. Келесі мысал, екінші мысал, 9 бөлу x тең 3 бөлу 7. Енді керісінше, екінші бөлшекті қандай санға көбейтсек, мына жерде бірінші бөлшектің үстін орындайық. 3-ті қандай санға көбейтсек 9, 3-ке. Енді біз қандай санға көбейтіп жатқанын таптық. Енді бөлшектің бөліміне осы амалды орындаймыз. 7-ні 3-ке көбейтеміз. Қанша? 21. Яғни 21-ден 9 деген бөлшек екен. Келесі, x бөлу 16 тең 3 бөлу 4. 4. Бұл жерде де дәл солай. 4-ті қандай санға көбейтсек 16. Дұрыс, 4-ке көбейтсек. 4-ке көбейтсек. Және дәл осыны бөлшектің үстіне орындаймыз. 3-ті 4-ке көбейтсек 12. Біздің бөлшектің негізгі қасиеті есімізде, қандай еді? Бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтсек, немесе бөлсек, бөлшектің мәні өзгермейді. Келесі, мына жерде енді 10 және 2. 2-ні 5-ке көбейткене 5. 25-ті 5-ке бөлсек 5. Немесе 10-ды 5-ке бөлсек 2, 25-ті 5-ке бөлсек 5. Немесе осылай да орындасақ болады. Келесі, натурал сандардың бөлінгіштік қасиетін пайдаланып, бөлшекті қысқартыңдар. Так, бірінші 26-дан 14. 2-ге қысқартып көрейік. Қысқарту дегеніміз алымында бөлімінде бірдей санға бөлу. Қысқарту үшін 3-ні сызамыз және 2-ні жазамыз. 26-ны 2-ке бөлсек 13, 14-ті 2-ке бөлсек 7. Яғни біздің бөлшегіміз 13-тен 7. Одан арғы қысқармайды. Келесі екінші 24-тен 18 қысқартсақ, 2-ге қысқартып көрейік. 2-ге қысқартқан 24-ті 2-ке бөлсек 12, 18-ді 2-ке бөлсек 9. Так, бұл жерде тағы қысқартып, қандай санға қысқартсақ болады? 3-ке қысқартсақ болады. 3-ке тең 12-ні 3-ке бөлсек 4, 9-ды 3-ке бөлсек 3. Одан арғы қысқармайды. 4-тен 3 деген бөлшек шықты. Яғни 24-тен 8 немесе 4-тен 3. Екеуі де бірдей мағыналы бөлшек. Келесі 15 және 24. Бұл жерде де 3-ке қысқартсақ болады. 3-ке қысқартқанда 5, 24-ті 3-ке бөлсек 8. 5-тен 8 ары қарай қысқарта алмаймыз. Келесі 35 пен 25. Қысқартқанда 5-ке қысқартсақ болады екен. 5-ке 35-ті 5-ке бөлсек 7, 25-ті 5-ке бөлсек 5. Ары қарай қысқарта алмаймыз. Өйткені 7 мен 5 басқа ары қарай бөлінетін сан жоқ. 7 мен 5-ке де 7-ге де 5-ке де бөлінетін ары қарай сан жоқ, Келесі 108-ден 81. Нешеге қысқартсақ болады? Сразу 9-ға қысқартсақ болады екен, 9-ға қысқартсақ, так, 10-ды 9-ға бірден береміз, 2, 12 шығады, 81 9-ға бөлсек 9. Тағы да 3-ке қысқартсақ болады екен. 9-ды 3-ке бөлсек 3, 12-ні 3-ке бөлсек 4. 4-тен 3 және 108-ден 81. Екіншінде дәл осылай орындаймыз. Келесі есеп. Бір минут. Неге ашпай тұр? Бақта 42 жеміс ағашы өсіп тұр. Оның 14-ті алма ағаштары. Бақтағы жеміс ағаштарының қандай бөлігі алма ағаштары? Бақта 42 жеміс ағашы өсіп тұр. Оны қалай жазамыз? Бөлшек сызамыз. Барлығы 42. Сондықтан 42-ні бөліміне жазамыз. Оның 14-ті алма ағашы. Яғни бақтағы жемістің 42-ден 14 бөлігі алма ағаштары. Бұл жерде қысқарту орындау керекіміз. Қысқартсақ, 2-ге қысқартып көрейік. 14-ті 2-ге бөлсек 7, 42-ні 2-ге бөлсек
Так, бізде 21. Тағы да қысқартады екен. 7-ге қысқартсақ. 7-ні 7-ге бөлсек 1. 21 7-ге бөлсек 3. Яғни бақтағы барлық ағаштардың 3-тен 1 бөлігі алма ағаштары. Келесі туристер межелеген 162 километр қашықтықтың 108 километрін автобуспен жүріп өтті. Туристер межелеген қашықтықтың қандай бөлігін автобуспен жүріп өтті? Бізде барлығы 162 километр, соның 102-сін автобуспен жүріп өткен екен. Енді бұны тағы да қысқартсақ болады екен. 9-ға қысқартсақ болады екен. 102-ні 9-ға бөлсек. Так, 102-ні қысқартайық. Бұл жерде бөлшекті қысқартамыз 9-ға. 108. 108 9-ға қысқартсақ, 11-ден береміз. 18, 2, 12 болады екен. 162-ні 9-ға қысқартсақ, 18. Тағы да қысқартсақ болады екен. 12 мен 18 қандай санға бөлінеді? 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлсек, 12-ні 2-ге бөлсек 6, 18-ді 2-ге бөлсек 9. Тағы да қысқартсақ болады екен. 3-ге қысқартамыз. 6-ны 3-ге бөлсек, 3-ге қысқартамыз. 6-ны 3-ге бөлсек 2, 9-ды 3-ге бөлсек 3. Яғни туристер барлық жолдың 3-тен 2 бөлігін автобуспен жүрген екен. Келесі есеп. Бөлшектердің дұрыс бөлшектерді бір қатарға, бұрыс бөлшектерді екінші қатарға теріп жазыңдар. Дұрыс бөлшек пен бұрыс бөлшек. Дұрыс яғни алымы бөлімінен кіші болса дұрыс, алымы бөлімінен үлкен болса, онда бұрыс бөлшек. Үстіне Д немесе Б деп жазып кетейік. Бірінші бөлшек қандай бөлшек? Бірінші бөлшек дұрыс бөлшек. Себебі 1 4-тен кіші. Келесі 5-тен 2. Бұл дұрыс, себебі 5 үлкен, астында тұрған сан үлкен болса, онда дұрыс бөлшек. Келесі бөлшек 2. Так, 2 2-ден 3. 2 бізде 3-тен кіші, сондықтан бұл бұрыс бөлшек. Үстіндегі сан, алымда тұрған сан бізде үлкен болып кетті. Келесі бұл бізде дұрыс бөлшек. 13-тен 13 бірдей болса да, ол бөлшек бұрыс бөлшек болады. Келесі 23-тен 8. Бұл бізде алымда тұрған сан кішкентай, бөлімде тұрған саннан, сондықтан бұл дұрыс бөлшек. Келесі 10, 10-нан 17. Бұл бізде бұрыс бөлшек. Келесі 34-тен 11. Бұл бізде дұрыс бөлшек екен. 7-ден 9. Бұл бізде бұрыс бөлшек. Себебі 9 7-ден үлкен. Алымда тұрған сан үлкен болып кетті. Бөлшектерді сандарынан дұрыс бөлшек құрастырып жазыңдар. Дұрыс бөлшек құрастырып жазу. Келесі тапсырма. Дұрыс бөлшек құрастыру үшін бөлшектің бөлімінде тұрған сан, алымында тұрған саннан үлкен болу керек. Яғни үлкен санды астына жазамыз. Бірінші 9 және 2. Астына 9 жазамыз, үстіне 2 жазамыз. Сол кезде бізде дұрыс бөлшек болады. Келесі 7 және 3. 7-ні астына жазамыз, 3-ті үстіне жазамыз. Одан кейінгісі 10 және 1. 10-ды бөліміне жазамыз, алымына 1-ді жазамыз. Келесі 8 және 5. 8-ді бөліміне жазамыз, 5-ті алымына жазамыз. Келесі тапсырма. Сандарынан бұрыс бөлшек құрастыру. Енді керісінше, бөлшектің үстінде тұрған сан үлкен болу керек. Астынан тұрған санға қарағанда. Екінші мысал. 3 және 5. 5-ті үстіне жазамыз, 3-ті астына жазамыз. 9 және 2. 9-ды үстіне жазамыз, 2-ні астына жазамыз. Келесі 2 және 7. 7-ні үстіне жазамыз, 2-ні астына жазамыз. 8 және 1. 8-ді үстіне жазамыз, астына 1 жазамыз. Келесі тапсырма, аралас сандарды оқыңдар. Қалай оқимыз? Бірінші бүтін бөлігін, сосын бөлшекті. 2 бүтін 5-тен 3. 1 бүтін 9-дан 4. 3 бүтін 7-ден 5. 9 бүтін 3-тен 1. 14 бүтін 8-ден 3. 7 бүтін 100-ден 19. Келесі 8 бүтін 10-нан 3. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Аралас сандарды цифрлармен жазыңдар. 6 бүтін 5-тен 4. Қалай жазамыз? 6 бүтін ары қарай 5-тен 4. Осылай жазамыз. Бөлшектің бөлімі бірінші оқимыз ғой өйткені. Келесі 8 бүтін 7-ден 3. Бүтінін осы бөлшектің тура ортасына жазуымыз керек. Мына бөлшек тұр ғой. Осы жерге
сәйкес жазуымыз керек. Келесі үшіншісі 10 бүтін бөлшек сам 8-ден 5. Келесі 100 бүтін 92-ден 5. Түсінікті болды ма? Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгін өтілген тақырыптардың барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.